Сәлем қыздар, баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай пайдалы сорпа көже немесе қайнатпа сорпа дайындайтын боламыз. Ең алдымен қазанға суық суды құясыздар, үстінен мен сияқты сүйектерді қолдансаңыздар тіптен жақсы болады. Енді осы суымызды қайнағанша күтеміз, тұз салуды ұмытпаймыз. Суларыңыз қайнай бастағанда бетіне дәл осындай көбік шығады, барлығын тазалап бірден алып тастаймыз. Одан кейін қазанның қақпағын жауып, еттеріңіз піскенше 1,5-2 сағат көлемінде қайнатамыз. Қайнап жатқан сорпаны арасында дәмін көріп, тағы да тұз салсаңыздар болады. Мінекей етіміз пісті, барлығын сүзіп аламыз. Еттің барлығын сүзіп алғаннан кейін сорпасын көбіктен, сүйектің қалдықтарынан тазарту үшін басқа таза бір ыдысқа сүзіп аламыз. Сүзгіден өтіп тазартылған сорпаны қазанымызға қайтадан құямыз. Сорпаға туралған етімізді, сүйектерімізді қайтадан саламыз, және де пияз, сәбіз, көкөністерімізді саламыз. Кез келген еттің түрін пайдалансаңыздар болады, барлығымен өте дәмді шығады. Достар, сіздер менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Шамамен 20 минут көлемінде пияз бен сәбізіміз піскенше қайнатамыз. Одан кейін үстіне картошка мен бұрышты саламыз. Картошкамыз пісті, енді қайнап жатқан сорпаның үстінен қолдан илеп кесілген кеспені саламыз. Кеспені салып, бірден осылай араластырып жіберіңіздер, сонда кеспелеріңіз бір-біріне жабыспай шашырап пісетін болады. Бұл дайындалу оңай, дәмді әрі пайдалы тағам болып шығады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Осымен сорпамыз дайын. Сіздерде қалауларыңызша бетіне көк пияз сеуіп ұсынсаңыздар болады. Дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Барлықтарыңызға ас болсын.